Армысыздар, құрметті көрермендер. Шымкент қаласының өңірлік коммуникациялар қызмет алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямызда талқылайтын тақырып Шымкент қаласында кәсіпкерлік, индустриялық, инновациялық, өнеркәсіп, инвестициялар, сауда саласында жарты жылдық қорытындысы бойынша атқарылған жұмыстар туралы. Құрметті бақ өкілдері, бүгінгі медиа алаңымыздың спикерін таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Тұрманов Ермек Полатұлы, Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқарма басшысының орынбасары. Қош келдіңіз, Ермек Полатұлы, сөз өзіңізге беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті журналистер, брифингқа қатысушылар. Қысқаша Шымкент қаласы кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасының атқарылған жұмыстарына айтып өтейін. Жалпы бізде басқарма өнеркәсіпті, инвестиция, сауда және шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту саласында бағытында жұмыс істейді. Жалпы бізге Шымкент қаласында даму бағдарламасы шеңберінде 7 индикатор бекітілген. Бұл қысқаша айтып өтейін. Бұл цифрлық технологияларды пайдаланатын өңдеуші өнеркәсіптегі ірі және орта кәсіпорындардың үлесі. Бұл 2024 жылға жоспарымыз 13,3%. Бұл өздеріңіз білетіндей, қазір цифрлық даму, яғни технологиялар цифрландыру салаларында ірі өнеркәсіп орындары автоматтандыру жұмыстарын жүргізуде. Осыған байланысты бізде қазір енді бұл жылына бір рет қана шығатын көрсеткіш. Бұның нәтижесі келесі жылдың екінші жарты жылдығында ғана көрсетілетін болады. Одан бөлек өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі былтырғы жылы бізде 919 миллиард теңге өнім өндірілген. Бұл артық өндірілген, яғни 2024 жылға 825 миллиард теңге жоспар қойылған, бірақ алайда біздің қазіргі есептеуіміз бойынша 950 миллиард теңге дейін өнім өндіріледі деген күтілуде. Қазірдің өзінде 5 айдың өзінде 424,7 миллиард теңге өнім өндірілді. Одан бөлек мұнай, газ, химия өнімдері өндіру көлемін жылына, яғни биылғы жыл 80 мың тонна шығаруды көздеп отыр. Жоспар қойылған. Бізде енді бұл салада 2 кәсіпорын жұмыс істейді. Бұл Hill Corporation, мотор майларының өндірісі, және Шымкент химия зауыты, бұл метил трет бутилы эфир өндірісі. Қазіргі таңда 20 мың тонна өнім өндірілген. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішке жетеді деген жоспарымыз бар. Одан бөлек негізгі капиталға салынған инвестициялар 2019 жылға салыстырған кезде өсімін 476%-ға өсіру. Өздеріңіз білетіндей, Шымкент қаласында 2018 жылы республикалық статус алғалы бері 2019 жылы бізге 194,5 миллиард теңге инвестиция тартылған. Сол көрсеткішті алған кезде бізде жыл сайын 30%-ға дейін өсу керек болған. Бірақ біз 5 жылдың өзінде 3,2 есе инвестицияны арттырдық. Жыл сайын бізде 2023 жылы 724,3 миллиард теңге инвестиция тартылған. Биылғы жылы жоспарымыз 928 миллиард теңге. Бұл бойынша бізде нақты жоспарымыз бар. Қазіргі таңда асырылып жатқан инвестиция жобалары ай-ай бөлінген. Қандай жобалар асырылады, қандай инвестициялық жобалар биыл іске қосылады, қандай салаларда бәрі белгіленген. Одан бөлек дәрілік заттар мен медициналық өнімдерді өндіру бойынша биылғы жылға бір жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Бұл бізде Анда компания деген компания бар. Тастай индустриялық аймағында қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізуде, қондырғылар сатып алынған. Жыл соңына дейін іске қосылуды жоспарлап отырмыз. Одан бөлек 6-шы экономика орта кәсіпкерліктің үлесі бізде 10,5%-ға дейін жеткізу көзделген. 2023 жылдың өзінде бізде 8,5% болған. Одан бөлек қаржылық қолдау шараларын алған кезде кәсіпкерлік субъектілерінің саны, яғни бұл қаржылық қолдауды алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2024 жылға жоспарымыз 257 үкіметтен бекітіп берген, бірақ біз одан да артығымен орындайтын боламыз. 2023 жылдың өзінде 1096 кәсіпкерлік субъектісіне қолдау бергенбіз. Келесі слайд. Өңдеу өнеркәсібі, бізде өнеркәсіп және өңдеу өнеркәсібі деген 2 бағытқа бөлінеді. Өнеркәсіптің ішінде бұл барлық өңдеудің ішінде кіретін кен орындарын қазу,
мынау жылу, газбен қамтамасыз ету бәрі осыған кіреді. Ал өңдеу өнеркәсібінде нақты өңделген заттарды шығаратын кәсіпорындар. Біздегі 5 айдың қорытындысы бойынша бұл төмен өнеркәсіп 96,2% құраған былтыр жылмен салыстырғанда. Себебі өздеріңіз білетіндей, мынау мұнай өңдеу зауыты Петроказахстан биылғы жылы мынау жөндеу жұмыстарына тоқтады. Ол Петроказахстан біздегі жалпы өнеркәсіптің ішіндегі индекс физического объема деп айтамыз, соның ішінде 60%-ын құрайды. Ол бір айға тоқтаған өзі бұл артқа қарай тартып кетеді. Бірақ енді қазіргі жөндеу жұмыстары бітті. Ары қарай осы 7 айдың қорытындысымен 100%-дан асады деген үміттеміз. Келесі. Мынау инвестициялар жаңа айтып өткен 928 миллиард теңге биылға жылға жоспар қойылған. Қазірдің өзіне 5 айдың қорытындысы бойынша 203,7 миллиард теңге тартылды. Қазір неге 6 айды айтпай жатсыздар деген сұраққа, бізде қазір статистикалық ақпараттар енді кәсіпорындар тарапынан статистика департаментіне өткізілуде. Ол біздегі бір апта көлемінің ішінде формироваться етіліп, келесі осы айдың, июль айының, шілде айының 15 жұлдызында шығады. Қазір өзіне бізде жоспар бар. Болжам бойынша 6 айдың қорытындысы бойынша 250 миллиард теңге инвестиция тартылады деген үміттеміз. Яғни жоспарымыз бар. Бұл кешегі бүгін соңғы күн статистика органдарына тапсыратын барлығын есебе алынуда. Бұл қандай салаларда? Мынау мемлекеттік бюджеттік инвестициялар, шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы инвестициялар, коммерциялық тұрғын үйлер, инвестиция, негізгі капиталға салынған инвестициялар деген ұғым өзі жалпы барлық осы салаларда кәсіпорын үшін қажетті құралдардың барлығы осы негізгі капиталға салынатын инвестициялар жатады. Келесі. Біздегі жоспарымыз 928 миллиард теңгеге қалай жетеміз, қандай ай сайын, қандай инвестиция келеді бізге. Келесі слайд. Жалпы бізде 2028 жылға дейін инвестициялық жобалардың пулы жасақталған. 220 инвестициялық жобаларымыз пулы бар. Жалпы сомасы 2,7 триллион теңге. Бұл инвестициялық жобалар толығымен іске қосылғанда 29 мың жұмыс орны ашылады деген жоспар бар. Бұл әр инвестициялық жобаларымыз бұл жылма-жыл бөлінген, қай салаларда бәрі нақты слайдта көрсетілген. Енді өзіміз көп көңіл бөлетін өнеркәсіп саласындағы аламыз. Енді келесі слайдқа жіберіңізші. Өнеркәсіп саласында 2028 жылға дейін 532 миллиард теңге 114 инвестиция жобаларын пулы қалыптастырылған. Олар әр салалар бойынша слайдтан қарап отырсаңыздар бөліп шыққанбыз. Құрылыс индустриясы, яғни құрылыс индустриясы дегенімізде бұл құрылыс материалдарын өндіретін инвестициялық жобалар, ағаш өңдеу, жиһаз, сол сияқты жеңіл өнеркәсіп, машина жасау, тамақ өнеркәсіп. Келесі слайд. Биылғы жылға жоспарымыз 88,5 миллиард теңгеге 16 инвестициялық жобаны іске қосу. Жалпы бұл жобалар іске ашылған жағдайда 1,8 1800 жұмыс орындары құрылады деген жоспарымыз бар. Келесі слайдқа. Жалпы біздегі қазіргі таңда құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан 2024 жылғы өңдеу өнеркәсібіндегі саласындағы инвестициялық жобалар. Бірінші Coca-Cola компаниясы, өздеріңіз білетіндей, аэропорт, әуежайының ары жағында сауда-логистикалық орталығы бар. Сонда құрылыс жұмыстарын жүргізіп қазіргі таңда аяқтады. Бірінші желісін іске қосты. Бұл салқындатылған шай, фюсти дейміз. Енді қазіргі таңда екінші желісі Coca-Cola сусын шығаруды қазір іске қосу баптау жұмыстарын жүргізуде. Осы айдың соңына дейін толық іске қосуды жоспарлап отырмыз. Келесі мынау Ваншен керамик компаниясы қытайлық инвестордың қатысуымен іске асырып жатқан жоба. Жалпы сомасы 25,5 миллиард теңгені құрайды. Қазіргі таңда 80% құрылыс жұмыстары аяқталды. Бұл керамикалық тақталар өндірісіндегі жоба. Жылына 12 миллион шаршы метр керамикалық тақталар өндіретін болады. Бұл біздегі өздеріңіз білетіндей Қазақстанда 2 ғана зауыт бар бұл салада. Бұл Зерде керамика, Шымкент қаласында орналасқан, екіншісі Зерде керамика Ақтөбе. Бұл Ақтөбе қаласында орналасқан. Екі зауыттың жылдық қуаттылығы шамамен
4 миллион шаршы метр шығарса, мына бір зауыттың өзі 12,5 миллион шаршы метр шығарады. Бұл біздегі толық іштегі потребності жабады деген өзінің жоспары бар. Одан бөлек мынау ресейлік компания ДСК тұрғын үй құрылыс комбинаты, бұл біздің жұлдыз индустриялық аймағында іске асырылып жатыр. Қазіргі таңда 50% құрылыс жұмыстары аяқталды. Жалпы сомасы 7 миллиард теңге. Бұл темір бетон бұйымдарын өндіреді. Бұл компания біздегі Бозарық шағын ауданында тұрғын үй құрылысын салу мақсатында бұл осы кәсіпорынды инвестициялық жобаны жүзеге асырып отыр. Компанияның айтуынша бір күнде 3 қабатқа дейін көтеріледі. Яғни бұл тез салынады үйлері. Себебі баяғыда өздеріңіз білетіндей Кеңес одағы кезінде ДСК домостроительный комбинаттар болды ғой, сол сияқты компания. Келесі Балаби текстиль бізде арнайы экономикалық аймағында орналасқан. Бұл шұлық өндірісіндегі жоба, жеңіл өнеркәсіп саласында 2015 жылы Әлем БТ деген өздеріңіз білетіндей, шұлық носки деп айтамыз, соны шығарған кәсіпорын. Қазіргі таңда ол екінші жобасын іске асыруда, жалпы сомасы 6,5 миллиард теңге. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізілуде, қондырғылары алдын ала шетелден келісіп сатып алынуда. Одан бөлек автоклавты газобетон деп айтамыз. Қазір құрылыс саласында көптеп қолданылуда. Бұл жұлдыз индустриялық аймағында орналасқан. Қазірдің өзінде слайдта 50% дейді, 50%-дан жоғары, 80-90%-ға құрылыс жұмыстарын аяқтады. 5 миллиард теңге инвестициялық құны. Биылғы жылы іске қосылуды, жыл соңына дейін қосу жоспарланды. Одан бөлек First Concrete Company темір бетон бұйымдар өндірісі, бұл да құрылыс материалдары саласындағы өзіміздің отандық инвесторының салып жатқан жобасы. Одан бөлек Hydrogen Energy, бұл сутегі пероксидін өндіретін зауыт, бұл арнайы экономикалық аймағында орналасқан. Бұнда қондырғылар толығымен сатып алынған. Биылғы жылы іске қосуды жоспарлап отыр. Одан бөлек Marvik Partners, бұл ресейлік компаниямен бірлескен жоба. Бұл да арнайы экономикалық аймақта орналасқан. Тоқыма емес материалдар, не ткани материал деп айтамыз. Ол жаңағы тряпка бар, басқасы бар, құрылыс материалдарында пайдаланатын өнімдерді өндіреді. Келесі слайд. Жалпы біздегі жаңа 16 жобаның ішіне кіретін инвестициялық жобалар, қысқаша Қазтермопласт, бұл құрылыс материалдарын өндіруде, асфальт бетон зауыттары, ылғалды майлықтар өндіретін. Сонымен қатар бізде өздеріңіз білетін Шымкент қаласында бір ғана цех бар еді. Бұл машинаның лобовой деп айтамыз ғой, алдындағы шыны шығаратын. Осы компания келесі жұлдыз индустрия аймағында жаңадан жоба ашуда. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары 80% аяқталды. Қондырғыларды орнатып, биылғы жылы іске қосылатын болады. Келесі слайдқа. Жалпы енді 2024-2028 жылдарға біздегі инвестиция жобаларын пулындағы ірі инвестиция жобаларды көрсетіп отырмыз. Бұл біздегі ауыл шаруашылығы дамыту мақсатында түркиялық инвестордың қатысуымен Алярка холдинг компаниясы Бозарық индустриялық аймағы жанынан 220 гектарға заманауи жылыжай кешен салу жоспарлап отыр. Бұл жоба екі кезеңнен тұрады. Бірі 226 гектарға жылыжай кешен салу, екіншісі Мәртөбе елді мекенде қосымша 370 гектар аумаққа екінші кезеңін салу. Бірінші кезеңде бұл жалпы инвестиция сомасы $650 миллион құрайды. Бірінші кезеңге $185 миллион. Бұның ішінде бұлар жылдық қуаттылығы 51 мың тонна көкөніс өнімдерін өндіреді. Бұл біздегі қызанақтар мен қияр өндірісі. Яғни бұндағы негізгі нарық бұлар шетелдікке шығады, одан бөлек ішкі нарықтарды қамтамасыз етеді. Екінші кезеңде Мәртөбеде оларда айтамыз ғой, біздегі өнімде шықпайтын тропикалық өнімдер, жеміс-жидектерді шығаратын болады. Қазіргі таңда біз мемлекет тарапынан жер учаскесі ұсынылды. Инвестор тарапынан құрылыс жұмыстарды бастауға техника барлығын жалдап, қазір дайындық жұмыстарын жүргізуде.
Одан бөлек мынау университеттік клиника, мынау Бозарық шағын ауданында орналасқан медицина саласындағы үлкен ірі жоба. Одан бөлек мына жаңағы айтып өткен компаниялар. Келесі. Жалпы біздегі өндірістік алаңдар, жалпы өндірістік инвестициялық жобаларды біз негізінен өзіміздегі Шымкентте қолданыстағы өндірістік алаңдарды орналастырамыз. Бұл индустриялық аймақтар мен арнайы экономикалық аймақтар. Өздеріңіз білетіндей, Шымкент қаласында қазіргі таңда 5 индустриялық аймақ жұмыс істейді. Биылғы жылы Жұлдыз және Бозарық индустриялық аймақтарына іске қосу жоспарлап отырмыз. Бұл жалпы 5 индустриялық аймақтарда толымдылығы 90% құрап отқаннан кейін біз жаңадан өндіріс алаңдарында құруды жоспарлап отырмыз. Келесі слайдты ашып беріңізші. Біздегі Жұлдыз индустриялық аймағы және Бозарық индустриялық аймағы биылғы жылы іске қосылатын индустриялық аймақтар. Одан бөлек мынау арнайы экономикалық аймағын кеңейту, Жұлдыз индустриялық аймағын кеңейту. Мынау биылғы іске қосылатын Жұлдыз индустриялық аймағымыздың өзі қазір жобаларға 70%-ға толып тұр. Біз оны ары қарай перспективада ертең жер учаскесі қалмасын деп, қалмай инвесторлар көптеп келсін деп, қосымша тағы да 155 гектарға ұлғайтып отырмыз. Қазіргі таңда жер учаскелері анықталды. Инфрақұрылымның жобалау сметалық құжаттамаларын әзірлеу сатысында. Одан бөлек мынау бұрынғы Қорғасын зауыты аймағында жеке индустриялық аймақ құрылған. Бұл стандарт индустриялық аймағы. Ол жердегі бұрынғы Қорғасын зауытының қоқыстарын, шлактарын қайта өңдеу бойынша зауыт құрылған. Стандарт Сил компаниясы. Бұнда ол 118 гектарды алып отқандықтан бос жер учаскелеріне дайын өндірістік алаңдарды құрылысын жүргізуде. Биылғы жылы 20 мың шаршы метр дайын өндірістік алаңдар құрылады. Онда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері дайын алаңдарды жалға алып, өзінің оборудование дейміз, қондырғыларын орнатып, ары қарай жұмыс істеуіне мүмкіндік болады. Мемлекет тарапынан инфрақұрылымдар жүргізуде, одан бөлек өзінің қолданыстағы қуаттылықтағы инженерлік инфрақұрылымдары бар. Одан бөлек қаланың оңтүстік батыс аймағында металлургия, дай металл өнімдерін дамыту мақсатында темір индустриялық аймағы құрылды. Қазіргі таңда бұл мақсатта 1076 гектар жер учаскесі анықталды. Енді мемлекет тарапынан инженерлік инфрақұрылымның жобалау сметалық құжаттамаларын әзірлеу сатысында. Бұның өзінде бізде қытайлық инвесторлардың қызығушылық танытып отыр. Қытайлық және Өзбекстан. Бұнда металлургия саласында Фуджиан компаниясы 1,7 миллиард долларды құрайды. 200 гектар жері сұрап, сол индустриялық аймақтардың барлық танысып көрді. Қазіргі таңда компания тарапынан өзінің есептеулерін жұмыс рабочий проект дейміз, жұмыс жобасын әзірлеу сатысында. Жалпы жоба 2 кезеңнен тұрады. Бірінші 100 гектарға 2026 жылға дейін бірінші кезеңді бітіру, 2028 жылға дейін екінші кезеңді бітіру. Бұнда жалпы 2000-ға жуық жұмыс орындары бір компанияның өзінде 2000-ға жуық жұмыс орындары құрылады деген жоспары бар. Одан бөлек бізде сауда логистикалық аймақ орналасқан әуежайдың аймағында. Онда біз 92 гектар құраған. Онда жалпы 8 инвестициялық жобалар жүзеге асырылуда. Қазірдің өзінде 4 инвестициялық жоба жүзеге асырылды. Біз оны ары қарай кеңейту мақсатында қосымша 136 гектар аумақта жер учаскесін анықтадық. Қазіргі таңда мемлекет тарапынан инженерлік инфрақұрылым жұмыстары жүргізілуде. Мердігер мекемелер анықталған. Жалпы бұл сауда логистика аймағы біздегі оңтүстіктегі логистикалық хаб болып саналады. Себебі бұндай логистикалық аймақтар Қазақстан өңірінде басқа жағында жоқ. Сол себепті біз жақта бұны дамыту бізге өте маңызды, және бұл өндірістік алаңдарға келетін инвесторлардың қызығушылығы да өте көп. Келесі слайд. Жалпы шағын және орта кәсіпкерлік саласы бізде Шымкентте соңғы 5 жылда жақсы дамып келе жатқан. Өздеріңіз білсеңіздер, 2018 жылы бізде жалпы 65 мың ғана шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері тіркелген болса, қазірдің өзінде бізде 130 мың, яғни 2 есе артқан. Бұл біздегі кәсіпкерлерге берілетін мемлекеттік қолдау шаралары, сонымен қатар
мемлекет тарапынан жүргізіп жатқан саясаттың арқасында осындай көрсеткіштер жетудеміз. Жалпы бұл шағын және орта кәсіпкерлік саласында 233 мың жұмыспен қамтылғандар бар. Жалпы 2023 жылдың өзінде 2,6 триллион теңгеге өнім өндірілген. Жалпы өңірлік өнімнің ішіндегі шағын және орта кәсіпкерлік үлесі 2024 жылы 53%-ды құрайтын болады. Келесі. Жалпы мемлекеттік бағдарламалар бар. Бұл республикалық, бұл мемлекеттік бағдарлама, бірыңғай кешенді бағдарлама, бұрынғы бизнестің жол картасы бағдарламасы деп айтамыз. Қазір жаңартылып, осылай аталатын болады. Одан бөлек біздің жергілікті бағдарламамыз іскер қала бағдарламасы дейтін. Жалпы бұл бірыңғай кешенді бағдарлама аясында кәсіпкерлер үшін 8%-дан несие беріледі. Алғашқы 3 жылы 8, 4 жылы 9, 4 жылы 5 жылы 10%-ға дейін өседі. Жалпы бұл мақсатта 5 айдың өзінде бізде 10 миллиард теңгеге 3,5 мың жобаға қолдау көрсетілген. Келесі слайд. Одан бөлек өздеріңіз білетіндей, Шымкент қаласында бөлшек салық мөлшерлемесін төмендету бойынша қала әкімдігінің шешімі бар. Бұл біздегі бөлшек салық мөлшерлемесі 4%-дан 2%-ға түсті. Бұнда бізде 130 мың кәсіпкерлік субъектілерінің, яғни бұл жерде экономикалық жіктемелері бар, ОКЭД деп айтамыз. Соның 90 мыңы соның ішіне кіреді. Ол 90 мың әрқайсысы өзінің ЭЦП ключ деп айтамыз, кілтімен салық кабинетіне кіріп, өзінің өтінім тастап, түсіру бойынша өтінім бере алады. Келесі слайдқа. Одан бөлек бөлшек сауда көлемі біздегі енді біздің көрсеткіште бөлшек сауданы аламыз. Біздің қазіргі өзінде 5 айдың өзінде 339 миллиард теңгеге бөлшек сауда көлемі осындай болған. Жоспарымыз енді 2024-де 786 миллиард теңге деп күтілуде. Жалпы енді біздегі базарлар, сауда үйлері, ойын сауық орталықтарының арқасында осындай сауда айналымы жүрген. Жалпы осы атқарылған жұмыстар бұл. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет, Ермек Болатұлы. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Сұрақтарыңыз болса, микрофон арқылы қоюларыңызға болады. Кәсіпкерлік басқармасы арқылы 1% кредиттер беріледі. Кәсіпкерлік басқармасы арқылы бұрындары 1% несие беріліп келген тұғын. Осы мәселе биылда жалғаса ма қалай? Бізде іскер қала бағдарламасы бойынша 1 және 2% несие берілген. Алғашқыда оның максималды сомасы 10 миллион теңге болатын. Біз оны 30 миллионға көтердік. Бірақ біздегі даму қоры біздің ұсынысымызды қолдамай, олар 7%-ға дейін өсіріп жіберді. Бірақ алда біз қазір даму қорымен жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ енді өкінішке орай 1% бола алмайды. Шамамен 4%-ды құрап отыр. Енді бағдарлама толығымен іске қосылған кезде осылай брифинг беріп, халыққа кеңінен тарататын боламыз ақпаратты. Сәлеметсіз бе, Ермек Болатұлы. Оңтүстік телеарнасынан Гүлнар Асқарқызы. Осыған дейін біздің Шымкентте 2 жоба іске асты, бірақ өкінішке орай жалғасын таппады. Жарты жолда қалып қойды. Бұл қоқыс өңдеу зауытына байланысты. Қазіргі қоқыс өңдеу зауытының құрылысы басталды ғой. Бұл жобада жарты белде қалып қоймай ма? Жалпы не үшін біздің Шымкентте қоқыс өңдеу зауыты әлі күнге дейін жоқ? Инвесторлар бар ма қызығушылық танытатын бұған? Саламатсыз ба? Айта кетейін, бізде бұрын технология 21 деген қоқыс өңдеу зауыты болған. Бірақ ол қоқыс өңдеу зауыты деп айтуға келмейді. Онда қоқысты өңдемейтін, олар қоқысты сортировать ететін. Яғни баклажка, бөтелке, алюминий деп бөліп шығатын. Бірақ ол зауыт толығымен жұмыс істеген жоқ. Себебі окупаемость өте аз болды деді. Экономикалық моделін дұрыс бағытында есептемегендіктен сондай болған. Одан бөлек, жалпы енді қоқыс саласын
қоқысты қайта өңдеу бағытында көптеген инвесторлар бар. Бұл бізде Қытай, Польша, Европа, Турцияның мемлекетінен келіп отыр. Енді бірақ бұл жерде мына нәрсе бар. Министрлік, энергетика министрлігі, экология министрлігі арқылы бұлар аукционнан өтіп келеді. Яғни бұл ертең қоқысты қайта өңдеген кезде одан шығатын электроэнергиясы және газды ол сату керек. Ол сату үшін жаңағы ол заң бойынша аукционнан өтіп келеді. Енді өздеріңіз білетіндей, бізде бұл Waste to Energy деген компания 2021 жылы аукционды отқан. Қазақстан бойынша 6 өңірде қоқыс өңдеу зауытын салу керек болатын. Бірақ мынау сот процестерінің жалғасуы арқасында қазіргі таңға дейін ол тоқтап қалды. Яғни біз келетін инвесторларға біз аукционды өткізейін десек, ана компания тарапынан болған сот процестері бұған әсер етіп, бәрі тоқтап келді. Енді егерде бұл сот үрдістерін барлығы біткен кезде, жаңа компаниялар министрліктің аукционына қатысып, бізден жер учаскесі бөлінеді, арғай зауытты іске асырады деген жоспарымыз бар. Микрофон арқылы қойсаңыз. Бізге ресми ақпарат келді, қоқыс өңдеу зауытының құрылысы басталды деген. Біз бердік, тараттық ол ақпаратты. Енді ол қаншалықты шындыққа жанасады? Сіздің аузыңыздан естейікші. Жалпы сіз айтып отырсыз, инвесторлар бар, қызығушылық танытып отырған. Не үшін ол жүзеге аспайды? Енді былай айтқанда қоқыс өңдеу зауыттарымен, қоқыс өңдеумен бізде жайлы ортаны дамыту басқармасы. Біз тартамыз, енді ары қарай жұмыс істейтін жайлы ортаны дамыту басқармасы ғой. Қоқыстың орнын бөліп беру, қанша қоқыс шығатынын бәрін беру. Онда емес, біз тартып береміз. Мен жаңағы сіз айтып отқан құрылыс басталды дегенді мен естімеппін, содан кейін мен сізге жауап бере алмай отырмын. Мүмкін мен хабарым жоқ шығар. Содан кейін мен сізге жауап бере алмай тұрмын да онда. Басталған, басталмаған туралы. Рахмет, әріптестер, басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Бақытжан Көпбаев, ақпараттық агенттігі. Ерек ассалаумағалейкум. Қазір мынау ақпарларыңыздың бәрін көріп өттік. Қысқаша бір сұрақ қойып алайыншы. Өткен жылы қанша жаңа жұмыс орны ашылды сонда кәсіпкерлік арқылы? Жалпы өңдеу өнеркәсібінде жұмыс орындары бізде статистикалық ақпаратқа сәйкес 560 жұмыс орны өңдеу өнеркәсібінде. Одан бөлек шағын және орта кәсіпкерліктерде шамамен 400 орындар, жаңа жұмыс орындар. Яғни өткен жылы біз президенттің тапсырмасын орындамаған болып шықты ба? Айтып еді ол кісі, әрбір 10 мың халқы бар жерге 100 жұмыс орны ашылу керек деп. Шымкент 1 миллион халқы бар, 10 мың жаңа жұмыс орны ашылу керек еді. Жоқ, бұл жерде былай ғой, жұмыс орындары ашылып жатыр. Енді біздің берілген мысалы 2023 жылы іске асыру қажет инвестициялық жобалардың аясында ашылған жұмыс орындары. Және кәсіпкерлікті қолдау мемлекет бағдарламасы аясында жаңадан ашылған кәсіпорындарға ашылған жұмыс орындарды айтып отырмын. Бұлай жалпы алғанда, жұмыспен қамту басқармасының мәліметіне сәйкес, мен оның ақпаратын толық білмеймін, бірақ мен өзіме қатысты салада жаңа айтқан цифралар. Негізі статуправлениенің берген анықтамалары анық па? Жоқ, жалған ба? Осы жаңа жұмыс орындар жайлы. Анық деп айта аламын. Ондай болса, мен мұнады анықтап айдым. Өткен жылы қала әкімі айтқан кезде сіздерде жанында едіңіз, 65 мың жаңа жұмыс орны ашылды деп бізге интервью бергенде айтып қалды. Содан кейін барып анықтап, жаңадан тұрақты 25 мың деді. Ал статуправлениенің данныйын өткен жылға қарасаң 138-ақ жұмыс орны ашылды. Кім сонда өтірік айтып жатыр? Қазір сіздің айтқан даныңыз да келмейді. Статуправление 138-ақ жаңа жұмыс орны ашылды. Жоқ, ол жерде әрбір сала бойынша бөлінеді ғой. Жалпы
138 ақ жаңа жұмыс орны. Ал сіздер жаңа жұмыс орны ашылды дегеннің бәрі анау жұмысшы шығарып жіберіп, орнына қайттан алған, шығарып жіберіп, қайттан алғандар. Ондай емес, ондай емес. Бізде қазір мына еңбек.gov деген портал бар. Бұнда былай қарасаңыз, бізге белгіленген жұмыс орындар жоспарлар болады. Ол жұмыс орындарға әрбір кірген жаңадан келген жұмыскерлерді ақпаратын тіркейді, трудовойын тіркейді, басқасын бәрін тіркейді. Ол егерде ол жұмыс орнынан, мысалы, келесі бір жұмыскер екінші жұмыс орнынан шығып соған тіркелетін болса, ол есептелмейді. Себебі соңғы 6 айда ол жұмыссыз болып танылу керек. Яғни бұлай алып, мына жаққа қарай еңбекке кіріп, ол жұмыс орнын артып жіберді деген ол ақпарат мүмкін емес. Енді стат управление сіз өзіңіз айтыңыз. Бұл статистикалық база. Жіберейін, көріңіз. Стат управление. Бізде есептейді жаңа еңбек.gov.kz-дің ақпаратына сәйкес. Түсінікті. Ереке, қазір де сіз айтып отырсыз, 19 мың жұмыс орны ашылады деп. Жаңа объектілер бойынша 29 мың. 19 мың деп жаздым. 29 мың болсын жарайды. Ертең жылдың соңына расында осылар жаңа жұмыс орын болмай шықпай ма? Қайтадан статистикамен екеуіңіз қайшы кеп қалмайсыздар ма? Жоқ, мына нәрсені түсінуге болады. Кәсіпкер, мысалы, мен кәсіпкер завод аштым. Мен 100 жұмыс орында құрамын. Жұмыс орны құрылады, бірақ жұмысқа келген адам санымен, ол мысалы 100 орын емес, 50 ғана келетін болса, ол статистика ақпаратта 50-де көрсетеді. Сендер айтқан едіңдер ғой, 100 еді ғой, неге 50 деген кезде жауап былай, қалғаны толмаған әрі кадрлармен. Әркім өзі отчет тапсырады ғой стат управление. Менде осынша жаңа жұмыс орны ашылды деп. Ол жерде стат управлениеде ашылғанды емес, тіркелген де есептейді. Ашылғанын мен айтып отырмын. Жаңа жұмыс ашылған. Өздері бар жазып қойған. Ауыспалы жұмыс орны статус данныйын көрсеңіз шығады ішінде. Жарайды, бұл сұрақ бойынша анықтады. Енді өзіміздің сұрақ бойынша біз түсірген репортаж бойынша Ақниет микрорайонында Сарқырама көшесіндегі Ақниет базарыны бойынша сұрақ қояйық деп едік. Біз репортаж түсіргенде сіздерден жауап келген, біз айналысып жатырмыз деген. Неге ол базар салынған кезде бүкіл суын кәдімгі көшеге ағызып жіберіп жатыр? Неге өзінің территориясына септик салмайды? Бақытжан мырза, соңғы сұрағыңыз болсын. Осыдан кейін бір сұрақ айта салайыншы, тағы өтініш. Жаңағы анықтауыш болып кетті бәрі. Мен шынымен ол мәселе бойынша хабарым жоқ екен, анықтайын. Себебі Ақниет базары ол қай уақыт қашан болған еді сіздер? Кеше осы бір ай бұрын жаңбыр жауған кезде бүкіл көшеге суды ағызып жіберген, лоток та жоқ, ештеңе жоқ. Жанындағы тұрған үйлердің территориясын ағызып жатыр, өзінің территориясын. Асфальттады ғой барлық жерді. Сосын судың бәрі жиналды. Ал сол суды ешқандай несіз көшеге тастап жатыр да. Мен сізге жіберейін репортаж. Мен толық ақпаратмен сізге қарайын. Енді ең соңғы сұрақты қойсам бола ма? Жаңағының бәрі анықтаушы еді ғой. Ереке, біз осы жақында ғана Иран мемлекетіне барып келдік. Соның Табриздегі индустриялы аймағына кірдік арнайы. 300 кәсіпорын бар. Бізде 5 аймақта 287 бар. Кеше әкіміміз де Қытайда айтты. Енді мен айтайын дегенім, неге Табриздегі 300 кәсіпорынның жалпы өнімі 2 триллион 250 миллиард теңгеді, а біздің 5 өңірдегінікі 313 миллиард теңге. Жетесе кем, неге? Анау санкцияда отырған мемлекет. Себебі бұнда қосылған, жоғары қосылған құнды есептейді ғой. Мысалы, дұрыс айтасыз, 331 ол біздегі жалпы қаладағы 313 миллиард. Жоқ, осы мен арнайы стат управлениеден алып отырмын. 5 индустриялы аймақтағы өндіріс мекемелерінің бәрін өндіргені. Сол 313 мың. Сонда көбісі жұмыс істемей ме или көз бойы қосылған ба? Жұмыс істейді. Жаңа сіз айтып отқан Ирандағы индустриялық аймақтарда высокая добавленная стоимость деген бар. Жоғары технологияны пайдаланатын өнімнің өзі қымбат болып саналады. Соған байланысты оларда өнімі бағасы қымбат болғаннан кейін өндірілген өніміне сәйкес оның жалпы құны да жоғары болып шығады. Неге бізде ондай өндірістер жоқ онда? Бізде анықтауыш сұрақтар бар. Жоқ, бізде де өндірістер бар. Өндірістер жаңадан да ашылып келе жатыр. Мына жаңа айтып кеткен керамикалық тақталар өндірісі. Оның да высокая добавленная стоимость өте жоғары. Ол іске қосылған кезде. Ең соңғы анықтауыш сұрақ. Одан бөлек айтып кете салайын, мынау Казалпак деген компанияны білесіз ғой, алюминий банкілерінің өндірісі. Ол да былтырғы жылы іске қосылды. Енді жаңадан енді қосылып келе жатыр ғой бәрі. Енді ең соңғысы. Өйткені мен бұны сұрап жатқан себебім, сіз қарап отырыңыз статистиканы қателесеме деп дұрыс беріп отыр екенсіздер. Біздің Шымкент қаласының ВВП-сі дейміз ғой, жалпы регионалды өнімінің несі көлемі 3,7 триллион. Халық санына бөлген кезде біз бүкіл Қазақстанда ең соңғы орындамыз. Артымызда тек қана Түркістан облысы бар, Жамбыл бар және
Батыс Қазақстан депрессивті 3 регион. Егер біздің мұнай өңдеу зауытын алып тассақ, біз ең соңына келіп тұрмыз. Неге? Қашан өседі, қашан біздің қала баюға кіріседі? 3-те 7 деген ұят қой, Қазақстанда 17-ші орын. Енді біз сол үшін жұмыс істеп жатыр емеспіз бе? Жаңадан индустриялық аймақтарды құрып жатырмыз, инвесторларды тартып жатырмыз. Жұмыс істеп тұрған өндірістік алаңдарын кеңейтіп жатырмыз, инфрақұрылымдарын салып жатырмыз. Енді бәрі бірден болып кете салмайды ғой. Бір заводтың салуының өзіне де, мысалы Казалпак компаниясы 2 жыл кетті. 2 жыл. Басқа компанияларда бар 3 жыл, 4 жылдап салатын, кезең-кезеңмен. Енді ойлаймын, осының бәрі мемлекет тарапынан барлық қолдау шараларын бәрі жасалатын болса, инвесторлар келіп өздерінің зауыттарын салатын болса, бізде жаңағы айтқан дамыған елдердегідей өнім көлемі артады деп. Рахмет. Әріптестер, басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, Ермек Болатұлы. Саламатсыздар. Бақытжан Көпбаев, ақпараттық агенттігінен де. Мынау бізде сіздер айтып жатсыздар ғой, бағанан бері слайдтан қарап отырмыз. Ірі жобалар, ірі жаңағы инвестициялар тартылып жатыр. Бірақ біздің халыққа, әлеуметтік жобаларға, қаншалықты бағдарламаларға олардың болашақта қаржы бөліп, болмаса қандай да бір қолдау көрсететіні Айта салайын. Себебі жаңа жұмыс орны деп жатырмыз, Бақытжан айтқанша 10 мыңға дейін адам жұмыс күшін тарту, енді ол қалаға еңбек сіңу керек қой. Енді жалпы әлеуметтік жаңағы мәселеге байланысты бұл зауыттар іске қосылған кезде жаңа жұмыс орындары ашылады. Яғни жұмыссыз адамдар бұл зауыттарда жұмыс істейді. Ол бір мәселе. Екінші, мемлекет тарапынан осы кәсіпкерлікпен айналысамын деуші тұлғалар үшін, кәсіпкерлер үшін мемлекет мысалы өзіміздің жергілікті өңірлік бағдарламамызды іске қосамыз. Бұрынғы айтып өткен 1% бағдарлама бар ғой, іскер қала бағдарламасы. Біз қазір оны жандандырып, жаңадан ішіне новшестволарды қосып, кәсіпкерлерге ыңғайлы стартап жобаларды іске асыруға, жаңадан кәсібін бастап жатқандарды кеңейтуге, осы мақсаттарда қазір біз бағдарламаны әзірлеп жатырмыз. Бұрынғы кезде өздеріңіз білетіндей стартап жобаларға ешқандай мемлекет қаржы бөлмеген. Себебі жаңа бастаушы кәсіпорын үшін өте рискованный деп айтады ғой, сол үшін бермейтін. Біз соны қарастырып жатыр осы бағдарламаларда. Рахмет. Келесі мынандай сұрақтарға назар аударсақ, Шымкентте әйел азаматтардың кәсіпкерлігін дамыту қай деңгейде? Грант алған азаматтардың қаншауы әйелдер? Олар көбіне кәсіпкерліктің қай саласында жұмыс жасайды? Грант алған, бұл қай біздің... Шымкентте жалпы әйел азаматтардың кәсіпкерлігін дамыту қай деңгейде? Біздегі мынау іскер қала бағдарламасы осы жастарды және әйел кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған бағдарлама болып саналады. Яғни бұл әйел және жастарды қолдау мақсатында жүргізіп жатқан бағдарлама, енді бағдарлама жұмыс істеп жатыр. Бірақ енді біз оны ары қарай, жаңа айтып өттім ғой, ары қарай кеңейтіп, бағыттарын өзгертіп жатырмыз. Енді ары қарай дамитын болады. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Осымен сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі баспасөз конференциямызды аяқтаймыз. Ермек Болатұлы, баспасөз алаңына келгеніңізге, бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергеніңізге рахмет. Аман сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.